Бәріңізге сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз вареники дайындаймыз. Бұл асты барлығы жасауды біледі, бірақ мен өз жасау әдісімен бөлісемін. Және осы вареникидің түюдің 3 түрін көрсететін боламын. Жасалу жолын соңына дейін қараңыздар, және алдағы уақытта сіздерге пайдалы тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Вареникиді жасау үшін бірінші қамырымызды теткіден өткізіп алайық. Содан кейін үстіне тұзымызды судың ішіне салып араластырып дайындап қоямыз. Ұнымыздың үстін осылай ортасын ашып, үстіне жұмыртқамызды салып, содан кейін қолымызбен аздап араластырып, суымызды құйып, қамыр илейміз. Барлығын осылай қолымызбен араластырып алып, бірінші содан кейін қамыр илеп аламыз. Барлығын біріктіріп, түйіршік қалмағанша жақсылап илеп алғаннан кейін пакетке салып 30 минутқа тындырып қоямыз. Біздің қамырымыз оған дейін жұмсарады. Ендігі кезекте картопымызды пісіру үшін суымыздың ішіне тұзымызды салып, картопымызды салып пісіріп аламыз. Картопымыз піскенше біз бір дана жуамызды осылай ұсақтап турап қоямыз. Жуамызды жақсылап ұсақтап турап алғаннан кейін табамыздың ішіне сары майымызды салып ертіп аламыз. Бұл бізге жуаны қуыруға қажет болады. Қызып тұрған майымыздың үстіне жаңа турап қойған жуамызды салып қуырып аламыз. Картопымыз піскеннен кейін суын төгіп басқа ыдысқа ауыстырып аламыз. Енді картопымызды барлығын осылай еземіз. Сізде вилкамен езсеңіз де болады. Барлығын езгеннен кейін жаңа қуырған жуамызды үстіне салып, қаласаңыз осы кезде үстіне тұз бұрыш салсаңыз болады. Мен картопты пісіріп жатқан кезде тұз салдым. Енді қамырымыз дайын болды, 30 минут өтті, жұмсарды. Қамырымызды енді жайып аламыз. Және достар, алдағы уақытта мен дәмді тамақтардың рецептін шығаратын боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, осы қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің әрбір салған тағам түрлері сіздің YouTube каналыңызға шығып тұратын болады. Біздің қамырымыз жайған кезде қатты жұқа болмау керек, қалыңдау болады. Себебі жабыспай қалады. Жайған қамырымызды осындай формаменен кесіп аламыз. Сізде стакан болса, стаканменен де дөңгелетіп кесіп алсаңыз болады. Менде осындай арнайы вареникиге арналған құралы бар. Барлығын кесіп алғаннан кейін артық қамырларды алып тастап, вареники жасауымызды бастаймыз. Салмамыздың барлығын салып аламыз. Вареникиді енді түйеміз. Осылай жай ғана қолмен жабыстырып шықсаңыз да болады, ашылмайтындай қылып. Немесе екі жағын теңестіріп, не осылай самса түйгендей түйіп шықсаңыздар болады. Көріп тұрғаныңыздай екі жағын теңестіріп, қамырымыздың шетін осылай қайырып отырамыз. Бұлай жасасақ, біздің вареникиміз әдемі көрінеді. Мен екі түрімен жасадым. Немесе сізде осындай құралы болса, осындай құралмен жасасаңыз болады. Бұл вареникиді мантоваркеге буға пісірсек те болады, немесе қайнап тұрған тұзды суға пісіріп алсақ та болады. Суға пісірсек қарап тұрып пісіреміз, көп қайнатуға болмайды. Буға пісіретін болсаңыз, мантоварканы осылай майлап алып, барлығын салып шығып, қайнап тұрған суымыздың үстіне пісіріп аламыз. 25 минут пісіреміз. Біздің вареникиміз дайын. Осындай майонезбенен немесе қаймақпен ұсынсаңыз болады. Алдағы уақытта сіздерменен дәмді тамақтардың және пирогтардың оңай дайын болатын салаттардың рецептімен бөлісетін боламын.
менің каналыма жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сізбен бірге болған Гүлбақыт. Келесі видеода